Жалпы ағылшын тілінде кез келген сөйлем міндетті түрде етістікпен бірге жүреді. Жалпы етістіктің негізгі формасы ол мысалға play ойнау, work жұмыс істеу, run жүгіру, cry жылау. Бұларда қимыл әрекет бар. Бұлар негізгі етістік болады. Ал етістігімізде сөйлемде қимыл әрекет жоқ болса, тек ақпарат беріп тұратын болса, біз to be етістігін қолданамыз. Жалпы to be етістігінің осы шақтағы және өткен шақтағы формасы бар. Осы шақта жекеше және көпше болып екіге бөлінеді. Қазір қарап көрейік осы жекеше және көпше түрін. Осы шақтағы I am мен, you are сен, he is ұлдарға, she is қыздарға, it is заттарға немесе жануарларға қолданылады. Ал көпше түрде we are біз, you are сендер, they are олар. Жалпы to be етістігі кім не деген сұраққа, қандай деген сұраққа және қайда деген сұраққа жауап береді, бірақ ешқашан не істейді деген сұраққа жауап бермейді. Мысалы, I am a teacher. Мен мұғаліммін. It is a phone. Бұл телефон. Кім не деген сұраққа жауап беріп тұр? I am in my office. Мен өзімнің жұмыс орнымдамын. I am happy. Мен бақыттымын. Яғни сіздің қандай екеніңізді айтып тұр. Бүгін to be-дің нақты 10 түрлі қолданылу жолдарымен танысып өтейік. Ең бірінші, адамдарды таныстырған кезде to be етістігі қолданылады. Introducing people. Өзіңізді таныстырғанда. Мысалға, I am қымбат. Мен қымбатпын. You are Санжар. Сен Санжарсың. She is Айгүл. Ол Айгүл. Яғни адамдарды таныстырып жатырмыз. Екіншісі, адамдардың жасын айтқан кезде. Жалпы жас туралы айтқан кезде she is 25 years old. Ол 25 жаста. Үшінші, жұмыс туралы айтқан кезде. Адамның мамандығы туралы айтқан кезде. He is a doctor. Ол дәрігер. Төртінші, ол туралы айтқан кезде. I am Kazakh and I am from Kazakhstan. Мен қазақпын, мен Қазақстаннан келдім. Бесінші, сезімімізді білдірген кезде. I am happy. Мен бақыттымын. She is sad. Ол көңілсіз. I am fine. Мен жақсымын. Бәріміз білетіндей, how are you? I am fine, thank you деген барлығымыз білеміз. Осында I am fine деген to be етістігінде тұр. Яғни мен жақсымын деген сөз. Алтыншы, заттардың түсін айтқан кезде. Жалпы color туралы айтқан кезде. Our cat is white. Біздің итіміз ақ. Жетінші, заттың бағасын айтқан кезде. It is 100 теңге. Бұл 100 теңге тұрады. Сегізінші, ауа райы. It is sunny. Бүгін күн жайма-шуақ, күн ашық. Тоғызыншы, уақыт туралы айтқан кезде. What time is it? Уақыт, сағат қанша болды? Оныншы, description, яғни бір нәрсе туралы сипаттама берген кезде. These are old and cheap. Бұлар ескі және арзан. Яғни затқа сипаттама беріп тұрмыз. Қарап отырсаңыздар, осы 10 түрлі жағдайда ешқандай қимыл әрекет жоқ, тек қана ақпарат беріп тұр. Мына жерде қысқаша айтып өтейік. Мына жерде Франк деген адам туралы берілген. Ол өзін таныстырды. I am Frank. Мен Франкпын. I'm not happy. Мен бақытты емеспін. I am an architect. Мен архитектурада, яғни құрылыс саласында жұмыс жасаймын. My brother is a dentist and my sister is a secretary. Яғни өзінің ағасын, әпкесінің жұмысы жайлы айтып жатыр. I am not single. Мен басым болса емес, бойдағы емеспін. I am from London and I am English. Өзінің қайдан екендігін ұлтын айтып тұр. My favorite sport are tennis and golf. Өзінің
хобби туралы айтып жатыр. Енді мына жерде жалпы to be етістігінің толық формасы және қысқа формасы жазылған. Мысалға, I am емес I'm, he is his, she is she's, it is its деп қысқаша формасымен айтуға да болады. Көріп отырғандарыңыздай, өткен сабақта біз present simple шағымен танысқан болатынбыз. Яғни present simple шағын үйренген кезде to be-ді міндетті түрде бірге қоса үйренген жөн. Өйткені present simple шағының өзі негізгі етістікпен және to be етістігінің көмегімен жүретін сөйлемдерден тұрады. Мына бір тексті оқып талдап көрейік. My dog, менің итім. The name of my dog is Jack. Менің итімнің аты Jack. He is black in color. Оның түсі қара. He is 4 years old. Бұл жерде тек қана to be етістігімен берілген сөйлемдер. Ары қарай негізгі етістік формасында жүрген. Өйткені негізгі етістікке s жұрнақ жалғану арқылы және негізгі етістіктің формасы өзгермеген түрде берілген. He keeps cat away from my house. Олар мені үйімді тышқандардан сақтайды. Яғни тышқандар аулақ болады біздің үйден. If he sees a cat, he runs after it. Ол мысықты көрсе, оның артынан жүгіреді. He barks when he sees a strange in my house. Ол бөгде адамдарды көрсе, үрейді үйдің маңайынан. He never bites. Ол ешқашан тістемейді. He eats everything my mom gives him. Ол менің анам не берсе, соны жейді. But he likes to eat meat. Бірақ ол ет жеуді ұнатады. Whenever I come back from school, he wags his tail. Мен сабақтан келгеннен кейін ол құйрығын бұлаңдатады. Яғни маған еркелейді. After I finish my homework, Jack and I play together. Үй тапсырмамды орындап болғаннан кейін, Jack екеуміз бірге ойнаймыз. Sometimes he also jumps and runs after me. Кейде ол менің артымнан еріп, секіріп жүгіреді. I love my dogs. My dog also loves me very much. Мен итімді жақсы көрем, итім де мені өте жақсы көреді. Бүгінгі сабақ сіздер үшін пайдалы болды деген сенімдемін. Ұнаса лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркеліп кетуді